Добрый день, друзья! Сегодня мы, посещаем хозяйство, Атырауская область, Индирский район, крестьянское хозяйство Асылбек Али. Расскажите немного про хозяйство. Так, осы арада 230-дай ақбас тұқымды сиырын ұстап отырмыз. Так, бізде кішкене жер қолайсыздау, шөпті осы 200 километр жерден тасимыз. Батыс Қазақстан облысынан суды 20 километр жерден каналдан әкеліп суарамыз. Осындай жерде жайлап ақбас тұқымын ұстап. Так, жазда осы арадан 20 километр жерге малды сол жаққа айдаймыз. Малшы сояқта, сол жақта басында, сол түгендеп, сойырда қарайды. Күзде уже қысқа қарай осы жерге малды айдап әкелеміз. Бұл жерде кішкене судың несі қиындау. Суды 20 километр жерден водовозбен тасымалдау арқылы суарамыз. Так, қыста осы жерден шөбін саламыз. Күндіз күн жақсы болса далада жайылымда болады. Кешкісін қораға келіп қамап, шөбін салып, жемін беріп, осындай қорада ұстаймыз. Ат корм ұстайтын ой бар. Енді қазір айтып жатыр. Несие жағын қарастырамыз деп. Енді жақсы пайызбен несие берсе, ат корм жағын ұстағымыз келеді. Мал бордақылау алаңын салғымыз келіп отыр, шағын. Так, біз ақбас тұқымын ұстап отқан себебіміз ол біздің қысты кішкене жақсы көтереді. Сосын ет бағытында салмағы да жақсы береді. Сосын кішкене кормға, жем шөпке кішкене расходы аз. Сондай себеппен ақбас тұқымын ұстап отырмыз. Қазақтың ақбас сиыры дами берсін. Қазіргі таңда арпа, соның ұнтақтарын сондай жем беріп отырмыз. Қажетті техникаларымыз бар. Шөбін беретін, жемін беретін, трактор, сол сияқты техникаларымыз жеткілікті. Алға қарай енді қажетті техникаларды алу жоспарда бар. Вот обратите внимание, что здесь в данном хозяйстве используется тоже ветрозащита в виде досок. Это где-то высота 2 метра. Тоже здесь вот специально оставляются щели. Это для преломления ветра. Внутри там, содержатся животные в зимний, осенний, весенний период. И они себя хорошо чувствуют. На глубокой подстилке делается, небольшой курган, где животные отдыхают. Там внутри, вот сейчас мы посмотрим, там есть тюки с сеном ставят им. И там они содержатся и кормятся. Отдельно есть водопой в данном хозяйстве. Мен Нұрпейіс Жанболат, Қазақ ақбас тұқымының республикалық палатасының Ақтөбе және Атырау облыстарының аймақтық өкілімін. Бүгінгі күнде міне Атырау облысына қазір келіп жатыр. Қысқы мезгілде Атырау облысының қожалықтары, шаруа қожалықтары малды қалай ұстап, қалай бағу туралы солардың білуге келдік. Бүгінгі қазіргі таңда Асылбек Али шаруашылығындамыз. Қазір шаруашылықтың басшысымен кездесіп, олардың қажетті мұң-мұқтажын сұрап, қазір мал шаруашылығында 500 бастай шаруа қожалығы жұмыс істейді. Соның ішінде 13 шаруа қожалық біздің Қазақ ақбас тұқымының республикалық палатасының мүшелігіне кірді. Биылғы жылы Атырау облысынан тағы да 3 шаруа қожалығы палатаға мүшелікке кіруге өтініш білдіріп отыр. Және де біздер негізі келген бағытымыз осы Атырау облысынан да ақбас тұқым ұстап отырған шаруашылықтарды бірінші классқа өткізу туралы, сол туралы жұмыспен келдік, зерттеу жұмыстарын жүргізуге келдік.